Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сауат ашу 4-ші тоқсан 27-ші сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әңгіме оқимын, сөз деп аталады. Бұл сабақта сен жазылуы бірдей, мағыналары әртүрлі сөздерді білесің. Олардың мағыналарын ажыратасың. Каллиграфиялық талаптарға сай жазасың. Балалар, біз өткен сабақтарда сөз мағынасы 3 түрге бөлінеді дедік. Мағынасы қарама-қарсы сөздер, мағынасы жуық сөздер және көп мағыналы сөздер. Енді балалар, ребус шешейік. Суретте не көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Лақ пен тарақты көріп тұрмыз. Лақ деген сөздің алғашқы әрпі мен соңғы әрпін алып тастайық. Ал тарақ деген сөздің алғашқы 2 әрпі мен соңғы 1 әрпін алып тастайық. Қандай сөз шықты, балалар? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Ара деген сөз шықты. Ара дегенде, балалар, біз 2 түрлі зат көреміз. Бірі жәндік ара болса, енді бірі еңбек құралы ара. Екеуінің де жазылуы бірдей. Ара деп жазылады, бірақ екеуі 2 түрлі мағына береді. Яғни, балалар, ара деген көп мағыналы сөзге жатады екен. Көп мағыналы сөздерге ара, алма, бас, тағы басқа сөздер жатады. Енді, балалар, бірінші жаттығуға қарайық. Мәтінді түсініп оқы. Бүгін демалыс. Әли Мерейдің үйіне келді. Жанында қара күшігі бар. Түсте Мерейдің анасы түскі ас ішуге шақырды. Анасы көже құйып тұрып, қасықтарыңды алыңдар. Ал мен киім үтіктеуге кеттім деді. Мерей, қара, менікі қасық емес қайық, ал мынау көл. Осы кезде ас үйге анасы кіріп, кәне балықшылар, қайықтан қайтадан қасыққа айналыңдар да көжелеріңді ішіңдер деді. Балалар, мәтін мазмұнын әңгімелеп айтайық. Мәтіндегі қарамен берілген сөздердің мағынасын түсіндіріп көр. Екінші жаттығу. Жаңылтпашты көшіріп жазып, қарамен берілген сөздердің мағынасын түсіндіріп көр. Бақта көп қой алма, көк қой әлі алма. Үшінші жаттығу. Жұмбақты көшіріп жазып, шешуін тап. Отқа қойсаң елпілдеп, бұж-бұж етіп тұншығар. Тақиясы селкілдеп, танауынан бу шығар. Бұл не деп ойлайсыңдар, балалар? Қане жұмбақтың шешуін табайық. Төртінші жаттығу. Суреттегі алмаларды салыстырып сипатта. Кірпінің ініне қай алмалар кіре алатынын айт. Жарайсыңдар, балалар. Жұмыс дәптеріміздің 27-ші сабағындағы 2-ші және 3-ші жаттығуларды және шығармашылық тапсырманы мұқият орындайық. Өзімізді бас бармақ тасы арқылы бағалайық. Іске сәт.